Сәлеметсіздер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы «Не пайдалы?» Тема урока «Что полезно?» Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Алма пайдалы. Яблоко полезно. Сәбіз пайдалы. Морковь полезный. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Второе задание. Ответь на вопрос. Сен не жейсің? Что ты будешь кушать? Не пайдалы. Что полезно? Үшінші тапсырма. Суретке қара. Бұл не? Третье задание. Посмотри на картинку. Это что? Төртінші тапсырма. Бастыр, боя. Четвертое задание. Обведи, покрась. Тақпақ жаттайық. Апорт деген алмамыз қыркүйекте піседі. Піскен кезде алмасан, үзіліп жерге түседі. Өрік алма шие алша, жидек жүзім піседі. Қауын, қарбыз, қияр, сәбіз дүкендерге түседі. Анан сенің базардан алма сатып әкелді. Ең үлкенін жақсысын саған таңдап әперді. Не деп барып жеу керек? Рахмет сізге деу керек. Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Пятое задание. Послушай, повтори. Обрати внимание на звуки казахского алфавита. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.